Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталғанына да 77 жыл толып отыр. Осыған орай бейбіт күн жасаған әлемде атты танымды әңгімемізді назарларыңызға ұсынамыз. Бұл сол кездегі кеңес халқының ер жүректігі мен төзімділігін паш ететін, тарихта мәңгілік қалатын күн. Бұл күнді соғыстың алғаш шебінде қайсарлықпен шайқас жүргізіп, ерліктің сан үрдісін көрсеткен ардагерлер тойлайды. Ұлы жеңіс күні елі мен жері үшін жанын пида еткен туған туысқандарына, жақын жандарына, туған жеріне, ауылына оралмай қалған қаһарман ерлерді бүкіл ел болып еске түсіреді. Ұлы Отан соғысы халқымызда төнген ең ауыр күндер болды. 4 жыл, 1418 күн мен түн бойы өз жерін мен отаны үшін, келешек ұрпақ үшін жан қилы соғыс жүріп жатты. Қазақ елі басынан күн туғанда жалғыз жанын қылыш тереңге түйіп, жауынгер халық болған. Ұлан байтақ даланың бір тұтам жері үшін қорқу деген сезімді жүрегінен жұлып алып тастаған. Тіпті арыға бармай-ақ кешегі Ұлы Отан соғысының әлі сарғайып үлгермеген қатпарлы парақшаларына үңіліп қарасақ, қазақтардың қанды қырғынында қаймықпай соғысқанына анық көзіміз жетеді. Оған мысалы айқас алаңында өшпес ерлік жасаған қайсар жауынгерлеріміздің бірі Бауыржан Момышұлы. Ұзын бойлы, қара сұр Момышұлы Бауыржан сол кезде 30-дың үстінде жас жігіт еді. Өз халқын құрметтеп, сүймеген адам опасыз, оңбаған адам деп Бауыржан Момышұлы айтқандай, отан үшін өз басын өлімге байлап, ажалмен алысып, өз ұрпағының, өз халқының намысын қорғаған, өз халқын шын сүйгендіктен болмаса керек, сондай қиыншылдық жағдайда дұшпанның қаптаған қарақұрлық күшіне төтеп беріп, олармен табан тіркесе шайқасқан аталарымыздың ерлігі біздің көкірегімізде мақтаныш сезімін ұялатады. Ерлік ел болмайды, елсіз ел болмайды дейді батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы. Ұлы Отан соғысы ел күйреп, талай адам ажал құшты. Сол соғыста өзінің қайсар ерлігімен, қайратты мінезімен, жауынгершілігімен жігер берген бабаларға мың алғыс. Осы жүрек бабалар қатарында Бауыржан атамыздың еңбегі ерекше. Отан үшін отқа түс, күймейсің деп ұран тастаған батыр атамыз келер ұрпақтың болашағы үшін өз басын өлімге байлап, ажалмен алысып, жеңіс туын тікті. Бауыржан ата бір естігенде, мен өз ұлтымның құрметтеушісі, өз ұлтын сүйуші адаммын дейді. Батырдың әр қазақтың жүрегінде сақталуының себебі де ұлттың сүйгендігінен шығар. Бауыржан Момышұлының тұлғасы әр қашанда мұзарт шыңының басында мұнардың қалықтаған ақиық мұзбалық қыран болып елестейді. 1941 жылы Мәскеу түбіндегі қанды шайқастарда теңдесі жоқ ерлігімен әлемді дүр сілкіндірген қазақстандық 316 атқыштар дивизиясының батальон командирі ретінде қапияда ой тауып, қараңғыда жол тауып, ерен ерлігімен ат әлемге аңыз болып, батыр қолбасшы атанды. Бауыржан атаның қаламынан шыққан Москва үшін шайқас, қанмен жазылған кітап, Ұшқан ұя, тағы басқа шығармалары бар. Оның шеңбер суреткерлігіне, адам психологиясын танып, білудегі сезімталдығына таң қаламын. Шығармаларында әр кейіпкер өзгеше бір әлем, әр сөйлемде тұнып тұрған сыр жатыр. Бұларды оқып қана қоймай, жаттап үлгіге алуымыз керек. Оның бізге қалдырған мәңгілік өшпес, ғасырдан ғасырға жетер мұнаралары үшін ұрпақтары мәңгі қарыздар, бақытты болашақ, тәуелсіз ел аңсаған арман еді. Жеңіс күні соғыстан оралмай қалған ерлеріміздің рухына бас иіп, арамызда жүрген соғыс ардагерлеріне құрметпен қарап, олардың қайсарлықтары мен ерліктеріне тағзым ететін күн емес пе? Бұл қан майданда от кешкен соғыс ардагерлері мен сол жылдары бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін. Табан ет, маңдай термен келген ұлы жеңіске қарумен де, қаламмен де үлес қосқан
ата аңызға айналған қаһарман жазушыларымыздың бірі де бірегейі Бауыржан Момышұлының қаһармандық рухын ұрпақтан ұрпаққа өнеге болады деп санаймыз. Ұлы жеңіс күні құтты болсын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп